Меруерт Камалиденова, К. Приянка, Азия чемпионаты. Е4, Е5, АТФ шатсы 6, піл Б5, Испания партиясы 6, піл А4, Д6 бұл Вильгельм Штайниц варианты. Рокировка піл Ж4, байлап тастады, H3, өте маңызды жүріс. Бұл піл деген не мына қиғаш жолға тұрады, не мына жерге қайтып келеді, не мысалы мына жерге. Піл H5 және C3. Мына D4-тегі торды бақылауда ұстау керек, өйткені қарсыластың аты кеп қалуы мүмкін. Піл Е7, D4, B5, піл B3, АТФ6, піл Е3, әрине бұлай алуға болмайды. Егер де алатын болсаңыздар, жағдайыңыз қиындап кетуі әбден мүмкін. Ат А5, Михаил Иванович Чигориннің сүйікті жүрісі, піл С2, ат С4, мына пілдің түбіне жету, немесе мына Б2-дегі сарбазға шабуыл жасау. Піл С1 және Д5. К. Приянка алдында тұрған мәселелерді бірден шешіп тастағысы кеп тұр. Қас бірақ көрейік. Б3, ДЕ кейін жағдай қиындап кетті. 1-0-1 болып кетті. ДЕ алдық және АТФ6. Байқасаңыздар, мынаның да жағдайы онша емес, және мынаның да жағдайы онша емес. Д1 алдық және Ж4. Асықпай, байыппенен на F3-тегі сарбазды алу. Піл Ж6, піл F3, А8-дегі тураға шабуыл жасау, рокировка және ЦБ. Ат негізгі орталықтағы сарбазды алды, піл Ж2. Есептейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. АБ енді өзінің орнына қалпына келтірді. А4 өткені А жолын ашуға тырысуымыз керек. Бұл жердегі өзіміздің басымдығымыз 1, 2, 3, ал қарсыластықы тек қана 1, 2. Алдық, піл F4, ат D3, енді бұл 8 аяқ ат деген аты бар, тура А4 және патша D7. Тез арада қашудың жолдарын қарастырып атыр. Піл Ж3, піл D6. Піл D6 осыдан кейін 1.47 болды. Алдық және F4, мүмкін болашақта бұлай F5 деп жүремізде қарсыластың пілін қолға түсіреміз. F5, ат А3, ақтардың басымдығы көрініп тұр, 1.46. Мына патшаның жағдайы онша емес, және мына аттың да мына пілдің де керемет деп айта алмайым. Е8, ат Б5 шах және патша D7. Патша D7-ден кейін 3.83 болды. Мына жерде 1.96 болатын болса, мынадан кейін 3.83. Тура А7, мына жерге шабуыл жасау, қомағалар қатарына кіру, тура С8, ат Д4. Мүмкін болашақта Ж4-тегі сарбазбен мына F5-тегі сарбазды аламыз. Тура Е1, алдық, піл F7, алдық және піл Е4. Мына аттың қозғалуына ешқандай мүмкіндік бермеу керек. Өйткені ат деген осылай осы жерде тұрғаны абзал. Піл С4, тура А1, ат Д3, тура А4. Енді мына екеуінің қол ұстасып тұрған көріп тұрмыз. Ат Б2, шах және тура Б4. Енді мынаны да қолға, немесе мынаны қолға түсірдің амалы. Піл Д5, алдық С5 және алдық. Болды, осымен ойын аяқталды. Қалған енді аса қызық емес. Меруерт сияқты өте мықты шахматшылар үшін артық ат бұл үлкен басымдық, және бұл жерде бір керемет айтарлықтай бір нәрсе болған жоқ деп айта аламын. Патшаның белсенділігін ұмытпаймыз. Патшада белсенді фигура болу керек. Енді мына сарбаздың түбіне жетеді, соңын ақырындап мына сарбазды уәзірге айналдырады. Меруерт ақпен ұтты, ал К. Приянка ұтылды.